Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте оңай дайындалатын және де отырып қалмайтын бисквиттің рецептісін ұсынатын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Жұмыртқамызды миксермен ең төменгі жылдамдықтан бастап жақсылап тұрып араластыратын боламыз. Одан кейін барып шетінен осылайынан қантымызды ақырындап біртіндеп қосатын боласыздар. Бисквитте ең маңыздысы барлық ингредиенттер бөлме температурасында болғаны өте маңызды. Сонда ғана сіздердің бисквиттеріңіз өте әдемі болып көтерілетін болады. Шамамен 5 минуттай уақыт кетті. Осындай аппақ болып, әдемі масса болып шығады. Содан кейін ұнымызға қопсытқышымызды қосып, бисквитке електен өткізіп отырып, ұнымызды 2-ге немесе 3-ге бөліп салатын боламыз. Күрекшенің көмегімен осы массамызды төменнен жоғары қарай араластыратын боламыз. Бұл кезде сіздер миксерді қолданбайсыздар. Осындай күрекшелеріңіз болса, тіпті жақсы. Күрекшенің болмаса, қасықтың көмегімен осындай төменнен жоғары қарай араластыратын боламыз. Ең маңыздысы осындай ұлғайған массамыздың отырып қалмауын қадағалауымыз қажет. Осылайынан араластырып болғаннан кейін сұйық майымызды қосып, тағы да 1-2 рет араластырасыздар. Барлығын біркелкі қылып араластырып болғаннан кейін қайнап тұрған жаңағы кипятогымызды қосатын боламыз. Кипятокты қосқанда көпіріп, сондай болып шығады. Соны жақсылап тұрып араластыратын боласыздар. Көп араластырмаңыздар ема, өйткені мына консистенциямыз отырып қалады. Мен бисквитті осындай формаға пісірдім. Алдын ала 20 диаметрға бөлшеп алдым. Жаңағы бисквитімізді құйып, алдын ала 170 градуста қызып тұрған пешке 30-35 минутта пісіріп алатын боламыз. Піскен-піспегенін ағаш таяқшамен тексерсеңіздер болады. Осылайынан темір решеткаға қойып, суытатын боламыз. Жарты сағаттай суытып алғаннан кейін жан-жағын осындай пышақтың көмегімен жан-жағынан барлығын ажыратып аламыз да, бисквитімізді оңай алынатын болады. Сол кезде алып аламыз. Міне осындай болып пісті. Өте дәмді. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл өте оңай және де бұл рецепт отырып қалмайды. Болмаса, жаңағы көтерілгеннен кейін төбесі ішіне қарай кіріп кетпейтін болады. Егер сіздің бисквиттеріңіз дұрыс шықпайтын болса, осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Бір жасағаннан ақ шығатын рецепт. Маған тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізбен бөлісе кетіңіздер.